Павлодар арнайы экономикалық аймағы болашағы бұлыңғыр жобалардан арылды. Тексеріс жұмыстарының нәтижесінде 40-тан астам ұсыныстың 24-і ғана мақұлданды. Сонымен қатар келесі жылы мұнда облыстың металлургиялық кластеріне серпін берер ресейлік және қытайлық инвесторлар да келмек. Десе де қазіргі таңда экономикалық аймақтарға кәсіпкерлерді мазалайтын мәселелер аз емес. Ақмарал Есімханованың репортажы. Арнайы экономикалық аймақтың негізгі қызметі жіті тексерілген. Нәтижесінде жобалардың ұзақ мерзімді дамуы бойынша нақты жоспарлар жасалып, тиімділігіне баса мән берілді. Күмән тудыратын өндіріс ошақтарының бірі экологиялық тұрғыдан қауіпті деп танылса, енді бірі талапқа сай болмай шықты. Бұл тұрғыда тәжірибе бар. Бізге көптеген қатысушылар келіп, зауыт ашқысы келетіндерін айтады. Кейін түрлі тексерістерден өтеді. Көбі шыдамай теріс айналып кете барады. Талап күшейтілген. Агрохимия өндірісіндегі жаңа кәсіпорынның бірі маусым айында өз жұмысын бастаған. Зауыт аграрлық салаға аса қажет химиялық улағыр заттар шығарады. Жуырда әлеуметтік желілерде осы өндіріс орны генді инженериямен айналысады деген ақпар тараған. Зауыт мамандары бұл деректі жоққа шығарып отыр. ГМО это совершенно другое. Гендік модификацияланған өнім деген гендік инженериялық деңгейде өзгеріске ұшыраған ағзалар. Біздің зауытта мұндай құралдар шығарылмайды. Экономикалық аймақта кәсіпорындардың жұмысына қолайлы жағдайлар жасалған. Зауыттардың барлығы электр қуаты, техникалық су және қоршаулармен қамтылған. Енді шаруашылық тұрмыстық суларды тазарту құралдары да бой көтермек. Бірақ былтыр ашылған инвесторларға арналған кедендік терминал жұмысы тоқтап тұр. Бұған қағазбастылық себеп болған. Құзырлы сала мамандарының айтуынша, қазір ұйымдастырушылық мәселелер шешімін табуда. В этом году мы планируем. Биыл тағы 8 жобаның жобалық сметалық құжаттамалары жасалады. Оған жергілікті бюджеттен 58,7 миллион теңге бөлінді. Ал инфрақұрылымға 3 миллиард теңге жұмсалған. Қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорындардың енді бірі мұнай коксын күйдірумен айналысады. Бүгінге дейін мұнда өнімнің 3600 тоннасы ішкі нарыққа шығарылды. Алдағы уақытта ресейлік ірі алюминий компаниясының тапсырысымен тағы 2000 тонна өндірілмек. Десе де бұл зауыттың 90%-ық қуаттылығына көшуге жеткіліксіз. Ал кәсіпорында өндірілетін электр энергиясы мен гипс есепке алынбайды. Сондықтан өндіріс ошағы қолданыстағы заңнама ұсынатын жеңілдіктерден қол үзіп қалған. Арнайы экономикалық аймағына қарастырылған жеңілдіктерден басқа жеңілдік жерде болмайды, тек соларды пайдаланамыз. Егер біз оны пайдалана алсақ, әрине оның жеңілдіктері бізге өте жақсы көмек береді. Ол біздің табыс салығынан, транспорт салығы, жер салығы, сол салықтардан бізді босатады. Бірақ біз негізгі өніміміз 90%-тен асуы керек. Қазіргі таңда Павлодар арнайы экономикалық аймағында 5 кәсіпорын өнім шығаруда. Бүгінге дейін 1000-ға жуық жұмыс орны ашылған. Ал келесі жылы мұнда шетелдік ірі компаниялар 6 жобаны жүзеге асырмақ. Нәтижесінде еңбекпен қамтылатын азаматтар саны 2000-ға жетеді. Ақмарал Есімханова, Арман Якубов және Марат Игіліков. Қорытынды жаңалықтар Павлодардан.